Hi guys, how are you? I'm Miss Simbat. Today we will continue the last lesson, our same English alphabet. Сәлем балалар, қалдарың қалай? Сендермен мен Miss Simbat, және де бүгін біз өткен сабақты жалғастыратын боламыз. Қанеки балалар, өткен сабақта біз ағылшын алфавитіндегі 26 әріппен танысқан болатынбыз. Енді бүгін біз сол 26 әріптің барлығын жақсылап тұрып, қайталап есімізге түсіреміз. So, children, all of you, listen and repeat after me. Қанеки балалар, барлығымыз мені тыңдаймыз, және де қайталаймыз. A, apple, алма. B, boy, бала. C, cat, мысық. D, dog, it. E, egg, жұмыртқа. F, father, әке. G, girl, қыз. H, honey, бал. I, ice cream, балмұздақ. J, juice, шырын. K, key, кілт. L, lion, арыстан. M, mother, ана. N, nest, ұя. O, ox, бұқа. P, present, сыйлық. Q, queen, патшайым. R, rainbow, кемпірқосақ. S, star, жұлдыз. T, tiger, жолбарыс. U, umbrella, зонтик. V, vase, құмыра. W, whale, кит. X, Xmas, Рождество. Y, yellow, сары. Z, zoo, зоопарк. Very good! Енді балалар, осы видеоны бірнеше рет қайталап, менімен бірге әр әріпті, жаңа сөзді және оның аудармасын бірге айтамыз. Және де осылай әріпті, жаңа сөзді және оның аудармасын айтып, 26 әріпті түгел дерлік видео жазба ретінде жолдауды ұмытпаймыз. Енді балалар, біз 26 әріпті және де 26 жаңа сөзді үйрендік. So that's all. See you next lesson. Goodbye.